Баршаңызға сәлем, каналға қош келдіңіздер. Бүгін біз кәдеден жасалатын оладушки пісіреміз. Жасау жолы өте оңай және өте тойымды тағам. Әдеттегідей керекті тағамдардың құрамын видеоның астына жаза кетемін. Ал енді алдымен бірінші кәдімізді тазалап аламыз. Кәдімізді жақсылап тұрып сыртын жуып, осылай жұқалап сыртын ашып аламыз. Егер де сіздерде жас кәді болса, сыртын ашып қажет емес. Кәдімізді ашып алған соң үккіштің үлкен жағымен өткізіп аламыз. Үккіштен өткізіп алған соң 10 минутқа қойып қоямыз. 10 минутты кәдіміздің суы шығу қажет. Оған дейін укропымызды және де жуамызды турап аламыз. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша неше түрлі кинза, петрушка салуға да болады. Осылай жұқа етіп турап аламыз. Жұқалап турап алған соң үстіне жұмыртқамызды жарамыз. Егер де сіздерде кәді 3 суп болса, 3 жұмыртқа аламыз. Әр кәдіге 1 жұмыртқадан. Жақсылап тұрып араластырып аламыз. Міне осылай кәдіміздің суы шығу қажет. Қолдың көмегімен сығып, бөлек табаға саламыз. Үстінегі банаға дайындаған жұмыртқалық смесімізді құйып, дәміне қарай тұзын, бұрышын саламыз. Егер де сіздер ащы ұнататын болсаңыздар, өзіңіз ащы специя салуға болады. Содан соң үстіне 2 ас қасық майонезімізді немесе қаймақ салуға болады. Содан соң жақсылап тұрып араластырып аламыз. Араластырып алған соң үстіне ұнымызды саламыз. Ұнды сразу салып жібермейміз, осылай біртіндеп саламыз. Сіздерде ұнның мөлшері көп кетуі мүмкін, немесе аз кетуі мүмкін. Ол ұнның құрамына байланысты. Сондықтан бірден салып жібермейміз, осылай жаймен салып, қарап отырамыз. Орташа отта қызып тұрған майға осылай 1 ас қасықтан салып, қуырып аламыз. Міндетті түрде орташа немесе баяу отта қуырамыз. Өйткені қатты отта қуырып жіберсеңіздер, оладушкиміздің ортасы піспей шығуы мүмкін. Егер сіздерге видео ұнап жатқан болса, каналыма тіркелуге ұмытып кетпеңіздер. Және де келесі видеоларды жіберіп алмас үшін қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Екі жағы қызарғанға шейін қуырып шығамыз. Міне осылай қызарып қуырылуы қажет. Осымен кәдеден жасалған оладушкиміз дайын. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Көріп тұрғаныңыздағыдай өте жұмсақ және тәп-тәтті болып шығады. Келесі видео рецептілерде көріскенше ас болсын.